Ал достар, біразының сұрағына жауап бере кетейін. Көбісі сұрақтар келіп жатыр енді. Не үшін осында рискқа барып жатсың, вес көтеріп жатсың, кулачный бой оңай емес қой деген сияқты. Алдында найзада да шыққанда ММА сенікі емес, бокстан неге шыға бермейсің деген. Мен бәріне жауап бере кетейін. Еріккеннен шығып жатқан жоқпыз. Артта семья, бала шаға, жұмысымыз осы болғаннан кейін қабылдау керек. Өмірдің өзі рисктен тұрады ғой. Рисковать ету керек. Көбісі мені шиковать етіп өмір сүріп жатыр деп ойлайды. Осы СНГ-ның чемпионы, там всемирный кулачный рейтингте бірінші орында тұрғаннан кейін өмірі бал деп. Енді спортсмендер түсінетін, көзге көріне бермейтін жаңағындай тонкостьтарын айтып кетейін. Біраз тренировочный лагерь өтесің 2 ай. Сенің расходтарың бар, менеджердің проценті бар, тренердің зарплатасы бар, видеограф, мобилограф, съемка, витамин, капельница, там проживание, питание айтпай қойын. Қаншама расход, ағаларымыз бар, кірпектеп, үйтіп-үйтіп, анадан қарыз, мынадан қарыз алып, енді бойға дейін жаңағындай расходтарымызды жауып, сөйтіп келеміз енді кетігімізді бітеп. Сосын бойдан алған гонорардың өтірік айтпасам 80% соған кетеді ғой. Өздеріңе біраз үйдегілермен де, ата-анамен де біраз түсініспеушіліктер болып жатады. Не істеп жүрсің, жұмыс жасамайсың ба? Ол енді іште қалып кеткен арман ғой. Кішкентайдан бері енді 15 жыл уақытымызды осы сфераға арнадық. Пока өзіміз пикта жүрміз, арман мақсатымызға жетпей, мен тоқтамайым, сынбайым. Алға қойған жоспарларымыз грандиозный. Бұйыртса вот Европа, Америкаға, Конор Макгрегордың лигасына бет алып жатырмыз. Алланың қалауымен бұйыртса жарамыз. Енді алдыда біріксек, қолдаймыз дейтін кісілер болса, біз әрдайым ашықпыз. Қазақ бауырларымыз, біз ежелден бері жұмылған жұдырықтай бірлігіміз жарасқан халықпыз ғой. Сол себепті алға қарай бірігіп, қазағымыздың көк туын абыроймен алып жүруді нәсіп етсін. Алға Қазақстан.